Қайырлы күн менің сүйікті көрермендерім. Сіздермен бірге мен Малика. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен жүгері пісіріп үйренетін боламыз. Егер де менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, лайк басып, арнама тіркеліп, қоңырау шанына басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Көп адам жүгеріні тек қана суға пісіреді, және де ол дәмді болып шықпайды. Бірінші этап, жүгеріні осындай бірақ қабық болғанша аршып аламыз. Енді жүгері таңдаған кезде де қателеспеу керек. Сочный әрі дәмді жүгерілерді таңдау керек. Оны қайдан білеміз десеңіздер, дәнінің үстінен басқан кезде суы шашырайды. Біз содан дәмді екенін білеміз. Енді жүгерімізді ыдысымызға салып, оның үстінен бір шай қасық тұзымызды саламыз. Және де қасықтың ұшымен содамызды саламыз. Бетін жапқанша суды құйып, газға орнатамыз. Мінекей достар, жүгеріні мен газға қойып алдым. Ендеше қайнағанын күтіп, орташа отқа қойып, тағы да 15 минут піскенін күтеміз. Сонымен құрметті достар, біздің жүгеріміз дайын болды. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай өте жұмсақ, иісі өте керемет. Менің өзім тезірек жегім келіп тұр. Сіздерге де пісіріп көруге кеңес беремін. Егер де сіздерге осы рецепт ұнаса, лайк басып, арнама тіркеліп, қоңырау шанына басып, комментарий қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Мен сіздердің барлықтарыңызды жақсы көремін. Аман сау болыңыздар. Астан болсын.